Сәлеметсіздер ме? Мен Мұғин Мадина. Балқаш қаласы Русаков атындағы жалпы білім беретін нөмір 2 санаторлық мектеп-интернатының ағылшын пәні мұғалімі боламын. Біздің бүгінгі ашық сабағымыз ойын сабағы ретінде өтеді. Magic Labyrinth тақырыбы Healthy Lifestyle. Бүгінгі ойынның ережесі мынандай. Зұлым сиқыршы мистер Флу 3-ші сынып оқушыларына тұмауды жұқтырып, сыныптың ішін лабиринт қайналдырды. Ол лабиринттен шығу үшін оқушылар оның дайындаған тапсырмаларынан сүрінбей өтуі тиіс. Сол себепті сыныпқа мейірімді сиқыршы доктор Хелс көмекке келеді. Сынып оқушылары көп ұпай жинаса, лабиринтті ашуға мүмкіндіктері туады. Тапсырмалары: A tasty fruit, тәтті жеміс. Екінші тапсырмасы right advice, дұрыс кеңестер деп аударылады. Келесі тапсырмасы smart questions, ақылды сұрақтар. Келесі interesting sentence, қызықты сөйлемдер. Соңғы funny animals, көңілді жануарлар деп аударылады. Ең бірінші тапсырмасына назар аударайық, оқушылар. Тапсырмасы былай екен: ағылшын алфавит әріптерін рет-ретмен қосуымыз керек. Егер біз рет-ретмен қоссақ, қандай да бір жемістің суреті шығады. Кәнекей қосайық. Қандай жемістің суреті шығады екен? Қалай ойлайсыздар? Оқушылар, мұқият қарайық. Жауабымызды тексерейік, дұрыс па екен? An apple дейді. Алманың суреті сізде шықты ма? Жарайсыздар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Interesting sentence. Сөйлемдерді дұрыс құрастырып, біз оларды аударуымыз қажет екен. Бұл жерде өздеріңіз қарап отқандарыңыздай сөздердің аралары қосылған екен. Біз сөздердің араларын ажыратып, дұрыс сөйлем құрастыруымыз қажет. Оқушылар, мұқият қарайық. Асықпай шешейік. Мен сіздерге сенемін, сіздердің қолдарыңыздан келеді. Are you ready? Дайынсыздар ма? Енді тексеріп көрейік. Бірінші сөйлеміміз Ali wash her face and hands every morning. Сіздердікі осылай шықты ма? Жарайсыздар. Келесі Ali can't read and write. Жарайсыздар. Ali must drink juice. Дұрыс па? Сіздердікі де осылай шықты ма? Жарайсыздар. Келесі Ali has got friends. Ali mustn't walk at night. Жарайсыздар. Ali cleans her teeth. Жарайсыздар. Ali likes bananas and carrots. Осылай ма? Жарайсыздар. Келесі Ali can run and jump. Ali can't fly and skip. Ali can swim. Жарайсыздар. Бұл тапсырмадан біз сүрінбей өттік. Енді келесі тапсырмасы қандай екен? Көрейік. Келесі тапсырмасы smart questions. 3 жауаптың ішінен дұрыс бір жауапты таңдауымыз керек. Көрейік. Сұрақтары қандай екен? Бірінші сұрағы: мойынның алдыңғы жағы қалай аталады? Кім біледі? Айтайықшы. Дұрыс ойланайық. Жарайсыздар. Шоу деп аталады. Келесі сұрақ: сабақта сөйлесуге қандай мүше көмектеседі? Lip, tongue, teeth. Жарайсыздар. Келесі сұрақ: біз құлаған кезде алатын сезім? Pain. Жарайсыздар. Бұл сынақтан да сүрінбей өттік. Келесі funny animals, көңілді жануарлар. Сөз жұмбақты шешейік. Суреттерге мұқият қарайық.
Бірінші суретте не берілген оқушылар? Мұқият қарайықшы. Жарайсыздар. Бірінші суретте крокодилдің суреті берілген. Келесі сурет. Жарайсыздар. Келесі сурет. Бәрекелді, жарайсыздар. Төртінші сурет. Кэт, мысықтың суреті берілген. Бесінші сурет. Monkey, жарайсыздар. Алтыншы сурет. Rabbit, жарайсыздар. Келесі тапсырма. Right advice. Сиқыршы Флудың берген дұрыс кеңестерін табуымыз қажет екен. Бірінші сұрағы былай. You must wash your hands before breakfast. Ол тамақтың алдында қолын жуады, дұрыс па? Жарайсыздар. Yes. You must not clean your teeth every morning. No, жарайсыздар. Келесі. Жарайсыздар. Келесі сұрағы былай екен. You must eat carrots, apples and cabbage. Yes, жарайсыздар. Келесі. You must not wash your face and body. Денесін, бетін жумайды екен. No, жарайсыздар. Енді келесі. Сөздердің көмегі арқылы біз мақал құрастыруымыз керек екен. Away keeps the doctor an apple and a day деген сөздердің көмегі арқылы біз мақал құрастыруымыз керек. Мұқият қарайық. Қандай мақал шығады екен? Кім біледі екен? Қарап көрейік. Жарайсыздар. Дұрыс таптыңыздар. An apple a day keeps the doctor away. Енді your home task is to make 5 sentences with the verb must. Сіздер, оқушылар, кеңес бере аласыздар ма? Жарайсыздар. Онда сіздердің көмектеріңіз қажет. Сиқыршы Флудың денсаулығы жақсы болу үшін өздеріңіз оған арнап 5 кеңес дайындап келіңіздер. Жарай ма? Сіздерге көп рахмет. The lesson is over. Thank you. Goodbye.